Біздің ұстазымыз. Аттарыңды қайтарғанымызбен елшілердің де маңызды екенін біліңдер. Қолдарыңды шегіндірсеңдер, адамдарыңды қайтарып береміз дейді. Жанымды қия көріңіз, тақсыр жанымды қиыңыз. Зыңныңның бірақ айласу ниеті үшін, бірақ шуыңгың алаяқтық істеп отыр. Ағаның оған жазған бітісу қатында кек алу ауызға алынбай, аттар ғана ауызға алынды. Мұныңыз алысты да жақынды да ойластырған төтенше отымдамал болды. Бұған шуыңгіңде жібегендей болды. Шарлаушылардың айтуынша Чинжу, Ляңжулардан Зыңтуға жол алған көмекші қосын бүгін жетер екен. Дұрыс. Олардың жасағы көп. Бөлініп сайысатын болсақ, Зыңту қаласын ала алмаймыз. Егер олардың келуін күтсек, оларға үш бағыттағы қолымызда төтеп бере алмайды. Лоуай батша, сіздің қандай ұтымдамалыңыз бар? Бері қараңыз. Екі аймақтан көмекке келетін қосын дәл осы арада ұштасады. Қолбасылары Жауйым мен Хачау. Мен ол екеуін әптен білемін. Екеуі де жатып шыр ағалақын немелер. Күндіз жол жүріп, түнде қонақ іздейді. Ол екеуі кезінде бірге болғандықтан көңілдері де жақын. Олар қайтсе де, мына жерден бекініс салады. Сонда сіздің ойыңыз... Тарпа бас салу ма? Лисудың қарлы түнде Сайжуға шабуылдағаны сияқты тарпа бас салу керек. Лису қарлы боранның арқасында жеңіске жеткен. Ал қазір мамыражай көктем кезі. Оған қалай шабуыл жасамақсыз? Мен де түн ішінде шабуыл жасаймын. Шыбыңгың үй баусыға сенім артып отыр. Үй баусы? Үй баусы қолымызда тұрғанда Шыбыңгың қыбыр ете алмайды. Батырым, шошып кетпе. Ляңшан қопасы батырлар жиналған жер. Тауда қалып атаман болу ойың болса, атырлаған айыбыңды қузамас едім. Зыңту қаласының тасталған болар мұнда тұрған әңгіме. Ал талғам өзіңнен. Қол басында тастап жалғыз өзің қашып келдің бе? Мені қол басы жіберді. Соңжаңның ойы әлгі шағыла бозды қолға түсіругі. Берекелесетін тірі жоқ. Атты қайтарсақ та қайта тап беретін сияқты. Соңжаңның сардарлары алтын күміске разы болып шегіншектеп отыр. Шарлаушының айтуынша Чинжу мен Ляңжудан көмекші қосын келе жатқан сияқты. Егер көмекші қосын келетін болса, олардың сардарлары қолымызда тұрғанда бұл орайды қамтып қалмаймыз ба? Қолбасының шарлаушы жібергені жөн болыпты. Шарлаушылар қашан қайтып келеді? Ұстаз, Чинжу мен Ляңжудан көмекші қолдың келе жатқан рас па? Әрине рас. Ұстаз, көмекке қосын келе жатқан болса, шарлаушылар қайтып келген күні оларды тұрып еткізбей қырып тастайық.
Tez болыңдар. Ұмтылыңдар. Тіндіңдер. Дұрыс емес. Шегініңдер. Адам жоқ екен. Алданып қалыппыз. Тез! Тез шегіліңдер! Болыңдар! Чу! Шыбыңгөң, көріспегелі көп болды. Қал жайың қалай? Ағасы, бір ұстаздан тәлім алып, бірге ұлық болып едік. Қалайша қарақшы болып кеткенсің? Ордада жүрген кезімде, ел үшін есе қосуды ойласам да, залым вәзірлердің қастығына ұшырай бердім. Яңшанға амалсыздан келіп отырмын. Ағасы, егер райыңнан қайтқың келсе, мені қоя бер. Патш ордасына мәлімдеп, жаныңды алып қалайын. Бір ұстаздан тәлім алғанымыз үшін қоя берсем де болар еді. Бірақ сен Чаугайды өлтірдің. Қылмысың басыңнан асып кетті. Сені қораш санағаным емес. Мықтымын деген Линчунның өзі маған түк қыла алмады ғой. Жаныңды Линчун алған болса, маған кездес алар ма едің? Әсілі бұл сенің айлаң болды ғой.
Ағасы, мені қоя бер. Орда қайтып, жаныңды алып болайын. Біліп ал. Әркімнің өз иесі бар. Әуре болмай-ақ қой. Bir tağızım. İki tağızım. Üç tağızım. Tağızım tamam. Аға, маған айтарыңыз бар ма? Иә, айтарым бар. Қалаға шабуылдаған батырлар арып шаршап келді. Бір күн дем алып алсын. Ертең ақылдасайық. Әй, ақылдасқаны несі? Тәңір Толағайдың өсиетін орындаймыз. Шауғай ағаның сөзі батырлардың есінде. Бекініс қожасын белгілеу үлкен жұмыс. Сүлес апа белгілей салсақ болмайды. Ақылшы дұрыс айтады. Тауға шыққаннан бері орнымызға отыруға да үлгірмедік қой. Әділетшіл аға, қарным шұрылдап кетті. Бірдеңе жеп алайық. Алдымен тамақ ішейік. Әй, ақылшы. Ақылшы. Бәрің осында екенсіңдер ғой. Ақылшы, не жұмыспен келдіңіз? Өздерің не жұмыспен келсеңдер, мен де сол жұмыспен келдім. Әй, ақылшы, қоян бұлтаққа салмаңызшы, қане отырыңыз. Жұмақ шешкендей болмайық. Сіз ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Әлгінде ақылдасық қойдық. Таудағы бекіністің қожасы Сұңжан ағай болсын. Солай. Ол кісі болмаса, туған күнге арналған тартуды үптейміз деп, бәріміз қырылып қалар едік. Бекініс қожасы болуға сол кісі ғана алайық. Бауырластардың ойын түсінемін. Мұнда тек бір мәселе ғана бар. Ой, қанша сылтау айтсаңыз да, бәріміз әділетшіл ағаны көрсетеміз. Ол кісі елдесуге шақырсашы. Сіздің ойыңыз қалай? Елдесуді әділетшіл ағаның өзі бастаса болмас. Әй, сайласақ әділетшіл ағаны сайлаймыз. Егер елдесеміз десе, бет-бетімізге кетеміз. Мұны әділетшіл аға жалғыз белгілей алмайды. Ол осы қырша көп батырдың сөзінен асалама. Ақылшы, сіздің ойыңыз қалай? Ақырларыңызда әділетшіл Сұңжан ағаға тегіннен тегін ілесе салған жоқ. Одан басқа
кімді сайлаймын? Не ойлап тұрсыз? Ақылшы, көңсін шыңдарыңыз. Өзіңіз де білмейді емессіз. Еңшандағы батырлар өзіңізді қожамыз деп біледі. Енді бас тарта берсеңіз, көпшіліктің көңілін ауыртып алар ма екенсіз? Кезінде Тәңір Толағай Шығынғыңды кім ұстаса, оның кім болуына қарамай, бекіністің қожасына тағайындаңдар деген болады. Бұл өсиетке қарсы келсем, мені аруақ атпай ма? Бүгін Лубай патша қарақшыны қолға түсіріп, Тәңір Толағайдың кегін қайтарды. Бекініске сол қожа болғаны жөн. Аға, өзіңізді шамалап отырсыз ғой. Ол кісі Лубай патшаға үш жақтан жетпейді. Дұрыс, бай патшаға үш жақтан жетпейсіз. Айтып көрші. Бірінші, жарылы отбасында дүниеге келгенсіз. Бай патша секілді мол білімді емессіз. Қолбасы, адуың болса жасағы мықты болмай ма? Алла, екіншісі болса, ағамыз қылмыскер адам. Бауырластарының арқасында төрт еліп отыр. Ал бай патша бай шаңырақтан шыққан. Оның Егей батыр деген аты бар. Оған бұл кісі қалай теңгел алсын? Үшінші, сіз болсаңыз қару өнерінен де, қалам өнерінен де кендесіз. Бұл жағынан бай патшаның шаңын көре алмайсыз. Ал бай патшаның төмен қолға төтеп беретін елден ерек өнері патша ордасына ертеден ақ мәлім болған. Сондықтан бекініске қожа болу бай патшаға жарасы бақ тұр. Егер ол бекініске қожа болса, ертеңгі күні патшаға бойсынып, елден ерек еңбек көрсетеді. Соның арқасында бауырластарымызда даңққа бөленетін болады. Ар айтып бер айтқанда, сізге уайым болып тұрғаны осы үшіншісі болса керек. Екеуің менің ойымдағына дәл таптыңдар. Патша ордасы Лубай патша сияқты мақтыларды ғана елдесуге шақырады. Бай патша бас орынға отырса, елдесуімізге көп пайдасы тиер еді. Егер райыңыздан қайтпасаңыз, онда батырлармен ана Лубай патшаның өзінен сұрап көріңіз. Олардың ойы қандай екен? Сонан соң көре жатырмыз. Аға, Отыра беріңдер. Бай патша, сіз бекіністің қожасы боласыз. Бұдан бас тартамын деп, әуре болмаңыз. аға, пақырыңыздың шанағы шықты. Бұл орынға отыруға жарамаймын. Маған екінші орынды артық. Бас орын өзіңіздікі. Әй, бас тартуыңызға болмайды. Ой, аға, мен жаңжуда басымды бәйтігіп өзіңізге еріп яңшанға келіп едім. Ешкімнен де қорқып көрмеген басым сізге ғана мойындаушы еді. Бекініс қожасының орнын сізге ғана беріп отырсақ, басқаға неге ұсына бересіз? Бүйте берсеңіз, бет-бетімізге кетерміз. Тантыма!
Аға, қара жойпан дұрыс айтады. Енді бас тарта көрмеңіз. Бекіністегілер сізді ғана құрметтейді. Басқаға итермелеп қайткеніңіз бұл. Сон айтам. Аға, бүйтіп сылтау айта беретін болсаңыз, барлығымыз алдымызға кетеміз. Әділетшіл аға, Айта бер қане. пақырыңыздың бір ауыз сөзі бар еді. Енді бас тарта көрмеңіз. Әйтпегенде қожайыным жолсыздық істейді. Егер бас тартатын болсаңыз, қожайыным таудан түсіп, қайта қайырылмай, бір жолата кетеді. Аға, сыпайыгершілікті қойыңыз. Сіз бекініс атаманы болсаңыз ғана барлығымыз бойсынамыз. Көп сөзді қойыңдар. Мен бір бекінге келіп болдым. Лубай батша бекіністің иесі болады. Аға, бір ауыз сөзіме құлақ асыңызшы. Қане, сөйлеңіз. Сөзді шуыңынан бастайын. Сіз батырларды бастап, бес бағыттан шабуылдап, жеңісті ұрыс салған едіңіз. Не үшін түстік батыс жақты бос қалтырып, шуыңыңды қоя бере салдыңыз. Аға, шепті орналастырған мен болатынмын. Түстік батыс жақ осал емес еді. Бұл жағы маған анық. Жолды сірә кім ашып, қашқан жауды менің торғылдаған жерім әкеліп түсірді? Батырлар, әділетшіл аға маған әдеге еңбек көрсетсін деп отыр. Аға, мені мол білімді деп санайсыз. Мұндай жақсы ниетіңізді байқай алмасам, соғысқа қатысты кітаптарды бекер оқыған болмаймын ба? Сіздің бір жасағыңыз болып жүре берейін. Осыған мақұл деңізші. Ағамыз бекіністің қожасы болсын. Лубай батша, тұрыңыз орныңыздан. Әнелерім, тұрыңдар орындарыңнан. Тұрыңдар, түреген. Қане, тұрыңдар, тұрыңдар. Аға, Тәңірдің еркіне шек келтіруге болмайды. Ақыл жекеумізде басқа бір ой тұр. Тәңірдің орналастыруы қалай болса, соған бағайық. Ақылшы, қандай керел ақылың бар, айтшы қане. Қазір бекінісіміздің азық түлігімен қаражат азайып қалды. Бекінісіміздің шығыс жағында Дуңпин, Дуңчаң деген екі аймақ бар. Екеуі де бай аймақ. Десе де біз тауға шыққаннан бері олар дәурелеп көрмедік. Қазір осы жерлерде жеменқорлар билік ұстап халықты қаңғақсатып жатыр екен. Дәл осы кезде әділетшіл аға мен бай батша екеуі екі қаланы шабатын болса, қамбаларды ашып, жерлік халықты да өзімізді де ақша мен азыққа қарық қылар еді. Бай батша мен әділетшіл ағаның қаланы қайбырын алғаны бекініске қожа болсын. Бұған қалай қарайсыздар? Тәңірдің орналастыруына қайшы келуге болмайды. Әй, олай деме. Ағамыз бекіністің қожасы, мен тек бұйрықты атқарушы ғанамын. Мені бекіністің қожасы деп білсеңіз, онда неге тілімді алмайсыз? Жарайды. Тіліңізді алайын. Онда жеребе суырайық. Аға, маған Дуңчаң аймағы шығыпты. Онда маған Дуңпин аймағы шыққан болды. Жарайды. Наурыздың бірінші жаңасы күннің сәтіне тура келеді. Күні райда жақсы. Сайыс салуға ең қолайлы кез. Қаланы кім бұрын алса, бекіністің қожасы сол болады. Жарайды. Наурыздың бірінші жаңасы болсын. Аға, Әншан қалашығы
Доңпин қаласынан 40 шақырым ғана алыс. Доңпин қаласын бір жолата шауып, халықты тыныштандырсаңыз, бұл Байбатчадан бұрын қамтық қалған болмайсыз ба? Иә, кім алдымен қол жұмсаса, сол мықты болады. Өстіп тіресе бергеннің не пайдасы бар? Әнілерім, тым асығып кетпеңдер. Байбатчадан бұрын шабуылдайтын болсақ, көп адам қырылады. Байбатча екеуміздің арамызда қарағалыққа зәбір тигізбейміз деген келісім бар емес пе? Бұл реткі сайысты Зыңту қаласындағы мен мүлде салыстыруға болмайды. Сонда сіздің ойыңыз қалай? Естулерің бар ма жоқ па білмеймін, Доңпин қаласында бір бақылаушы сардар бар. Фамилиясы Доң аты Пин, Шаңдаунжун аймағының адамы. Ол қолына қос найза ұстаған. Айбатты да қайратты сардар. Осы жолы оны тізе бүктіре алсақ, қайта-қайта ұрыс салып әуре болмаймыз. Яңшан қопасының бұдан кейінгі тағдырынан да алаңдамас едік. Аға, оған мен барайын. Бекіністердің алына барып қылышымды бір-ек сілтейінді тұра қашайын. Оның жолына торуыл қойсаңыз болғаны. Қолға түсір аламыз. Деутаңыным, асықпасаңшы. Біздің жасағымыз көп, азық түлігіміз мол. Мұны Доңпинге шабуылдау дегенше, Доңпинді қайтарып алу десек жөн. Азық түлік пен ақшаға бола түп қотарылсақ, кейінгілердің күлкісіне қалмаймыз ба? Естуімше, Доңпин мен аймақ уәлие шығыспайды екен. Екеуі өзара қырқысса, біз де соғысып әуре болмас едік. Аға, дұрыс айтасыз. Болмаса, оны көндіруге мен барып келейін. Дәт, сыртта үй баусымен Уаң Денлю келіп тұр. Тез кіргізіңдер. Дәуперім үй баусымын. Жай анасы Уаң Денлю. Әділетшіларға мен батырларға сәлем. Аға, Доңпин аймағының қала қорғаны берік, қолы күшті. Күшпен тартып алуға болмайды. Онда сенің ойын қалай? Аға, біз бақылаушы сардар Доңпинді танушы едік. Оған хат апарып беріп, оны тізе бүгуге насихаттайық. Өте жақсы. Тәңірім жар болайын деген екен. Тез астанаға мәлімдеңдер. Ляншан қарақшылар бүлік салмақшы. Доңпиннің қалы қыл үстінде тұр. Уәли, абдырамаңыз. Ляншан қопасының қарақшылары четінен қуыс қурай. Олардың азғантай қолы неге тұрмақ? Ал бізде азық түлік мол, қолымыз күшті, жоғарыны әурелеп қайтеміз. Ляншан қопасының қарақшылары қозғалмай жатып, неге аласапырандыққа түскенімізді түсіне алмадым. Немене? Сенде жауды жайратар айла бар ма? Алаңсыз болыңыз. Қарақшылар қаланың түбіне келгенде, айланы өзім-ақ табамын. Жарайды, жарайды. Уәли, бейкештің жұмысы... Қолбасы. Қызғырқанға бола, қарақалықтың чарқын бұзып жүрмегейсің. Оқтым. Уәли, басқа жұмыс болмаса, мен қайта берейін. Қайта бер. Дәт тақсыр. Ляншандықтардың атаманы Сунжаң сізге қат жіберіпті. Тез әкелші бер. Енді қайсек болар екен деші.
Сендерден асты қаламыз, тәңір жолын ұстанамыз дейді. Олар аузына келген көкей береді екен. Апырау жағыдай жамандыққа бет алып барады ғой. Қарақшылар қазір қайда? Аулада тосып тұр. Әй! Қолбасы, Қолбасы. амансыз ба? Келіңдер, мыналарды байлап тастаңдар. Томпин, ұмытып қалғансың ба? Мен шаңдан жүндегі Ван Юлюмін. Басын алыңдар. Тоқта деймін. Қолбасы бүйтіп аптықпасаңшы. Елшіге өлім жоқ деген емес пе? Мен одан жөнін ұғысайын. Соңжаңның қанша жасағы бар ей? Сөйле. Бірнеше түмен қолы бар. Мына қалаңды басып алуға шамасы қаптал жетеді. Онда неге тапжылмай жатып алдыңдар? Ағамыз қарақалыққа залал жеткізіп алам ба деп алаңдайды. Сондықтан сендерден астық сұрап келуге бізді жіберді. Астық сұрау мен астық тонаудың қандай парқы бар? Томпин, екеуміз таныстырсақ, маған неге бүйтесің? Сендердей қарақшыны танымаймын. Соңяң бізді елең құрлы көрмей отыр. Сондықтан сендерді өлтірмей танымаймын. Тоқта. Мана екі қарақшаға 20 реттен дүре соғып, бекінісіне қайтарыңдар. Өлтіруге болмайды. Летпей! Томпин! Уәли, екі қарақшыны ұстап алып, неге қоя бере салдыңыз? Менің өз есебім бар. Леншандықтарды шамдандыруға болмайды ғой. Мен дереу адам жіберіп, астанадан көмек сұраймын. Дұрыс. Қалам мен сен әкеліңдер жей. Егер шынжаңды жібермеген болсам, осы бет кетіп қалар ма едің? Сен тосамын деп, бір шайнек шайым сұрап болды. Мынаны жаңа ғана демдедім. Ішіп көрші. Қолбасы. Мінекей. Қолбасы шай іш. Байқа, ыстық. Неге күрсініп отырсың? Әншейін. Маған айтқың келмесе, айтпай-ақ қой. Бірақ сені жарым күн тостым. Мынау өзіңе арнап демдеген шайым. Қосынның жұмыстарын ұмыта тұрып, менімен бірге отырып, асықпай шай ішші. Уәр, дәл осындай ыңжыңсыз күндер қашанға дейін жалғасыр екен деші. Әкем тағы не деді? Қолбасы, менің көңілімді әлі түсінбейсің бе? Мен жастайымнан жетім қалып, Уәлидің қолында өстім. Ол кісінің бұл жақсылығын ақтамасам болмайды. Томпин аймағында сенің көп еңбек сіңіргеніңді кім білмейді?
Сен болмасаң, әкем де челінен баяғыда айырылып қалар еді. Басымыз қосылуға таяғанда, ол кісі қосылмай отыр. Мен жынданып ойландым. Жап аузыңды. Расында жынданған екенсің. Аузыңа ие бол. Мен жақсылықты білмейтін адам емеспін. Қолбасы шай іш. Әкеме өзім төтеп беремін. Қолбасы, алаңсыз бол. Уәр. Құдалықты Ляншан қарақшыларын тыныштандырған соң айттырамын. Рас па? Қалжың емес. Онда әкем қосылмаса қайтесің? Бол. Уәр. Бикеш. Шағынған жәнекті қайтайын деп едің. Сен бүйсең мен қайтып алаңсыз жүре аламын. Қолбасы, менің жүрегімде мұны шәйнектен аумайды. Бикеш, менде бір ой тұр. Бірақ қолбасының көңіліне ұнар ма екен? Ляншан қолбасындағылардың адамы көп, әрі шетіне мықты дейді. Уәли майданға өзі шығуға батын алмайды. Бұл сайысқа қолбасы ғана шыға алады. Үйсене болыпты. Сіз осы орайда құдалық айттырыңыз. Уәли разылығын бермесе, онда қопадағылар шауып кіретін болсын. Болмайды. Жау жағадан алғанда мен етектен алатын бөрі бола алмаймын. Ляншан қарақшылары Дунпин аймағын аямай таптап жатса, қарап отырамын ба? Қаныңдығына ие бола алмай отырып, намысшылын қарай көр. Жеке нәпсіге бола, қара халыққа қарамай қойсам бола ма? Чөнсаң, қолбасы дұрыс айтады. Бұл амалың жарамайды екен. Әділетшіл аға келді. Аға, Әй, жата беріңдер. кешіріңіз алдыңыздан шыға алмадық. Ештен кетпейді. Жақсырақ күтініп ертерек жарақаттарың жазылса болды. Әкел. Аға, жарамсыз болдық қой. Әй, барлығымыз туған туыстай болып кеттік қой. Бұл не дегендерің? Бізге үлкен жақсылық істеп едіңіз. Еңбек көрсетейік деп, қанша қармансақ та шамамыз келмеді. Солай аға. Дунпин достықты ұмытқан екен. Екі сөзге келмей, бізді өлтірмек болды. Қайда Чыңвали сізден сескенді екен, оны тосып қалды. Сонда да тегін жіберген жоқ. Бізді дүрелеп жолға салды. Қалан алудың кешеуілдеуіне мұрындық болып, қылмысымыз басымыздан асты. Сонда да бізге жанашырлық білдіріп отырсыз. Егер қорашсынбасаңыз, күнәмізді еңбегімізбен жуамыз. Болды, қозғалмай тыныш жат. Өздеріңді кінәлай бермеңдер. Аға да кінәлаған жоқ қой. Жақсырақ күтініңдер. Ляншан батырлары тізе қоса отырып, қаланы сөзсіз басып алады.